кешірім сұраймын, пахан деген секілді сөздерді айтып жатады мысалға. Көпшілік жерде болсын, кейде бір қонақасыға барып қалған кезде болсын, балаларымыздың өздерінің әкесін папа, немесе батя, кешірім сұраймын, пахан деген секілді сөздерді айтып жатады мысалға. Бұл әлбетте біздің қазақ дәстүрінде болсын, шариғатымызда болсын, құпталмайтын нәрсе. Мына Ибрахим пайғамбардың оқиғасын қарайтын болсақ, ол кісінің әкесінің есімі Азар еді. Ол әкесі сол өзінің заманында Аллаға ортақ қосып пұт сатумен айналысатын болған. Өзінің кәсібі сол еді. Бірақ сондай бір жаман қылық істесе де, бір жаман әрекет жасайтын болса да, Ибрахим пайғамбар есіммен атамаған екен. Керісінше, я әбәти, Құран тілімен айтатын болсақ, ей әкешім, не үшін сіз көрмейтін, естімейтін пұтқа табынасыз деп сыпайы сөйлеген екен. Міне, жақсы сөз, жылы сөз сөйлеуге, немесе соны естуге лайықты жанның бірі ол әке шешеміз екен. Міне, Алла Тағала Құранда айтқандай, ол екеуіне, яғни әке шешене жақсы сөз сөйле. Осы жақсы сөздің де түпкі мағынасы не екен? Өз есімдермен емес, сыпайы бір көркем есімдермен атау екен. Әкешім, әкетай, анашым деген секілді. Осындай бір жанға жететін, жүрекке жететін жұмсақ сөзді әрдайым қолданайық.